Баршаңызға сәлем қымбатты достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен осылай өз қолымызбен зиянды ингредиенттерсіз үйден дүкендегідей печенье дайындайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен бізге осындай бөлме температурасында еріп тұрған сары май қажет болады. Оны ағарғанша 5 минуттай өзін миксермен жақсылап осылай араластырып ұрып аламыз. Енді 4 қасық майонезімізді салып, оны да қосып жақсылап миксермен араластырамыз. Екеуі біркелкі масса болғаннан соң қант ұнтағымыз бен тұзымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. 2 жұмыртқамызды саламыз және де ванилинімізді салып, тағы да араластырып аламыз. Сонан соң ұнымызға қопсытқышымызды қосып, ұнымызды 2 бөлікке бөліп саламыз. Алдымен ұнның бірінші бөлігін салып, миксермен жақсылап араластырған соң, екінші бөлігін барлығын салып жібереміз. Мен мөлшерлемеде көрсеткен ұнның барлығын сала беріңіздер, сонда сіздің печеньелеріңіз үгітілмелі болып шығады. Осындай қою масса шығуы тиіс. Енді кондитерлік қапшығымызға насадкамызды орналастырамыз. Менде D38 деген насадка, және де ыңғайлы болу үшін осындай ұзын ыдысқа салып, массамызды қапшығымызға құйып шығамыз. Сонан соң осылай сыға отырып, кез келген формада өзіңіздің қалауыңыз бойынша печеньелерді пергамент қағазымызға жасап шығамыз. Мен видеода көрсетілгендей әртүрлі формада жасауға болады, және де дөңгелек формасының ортасына қалауыңызша джем салсаңыз болады. Печеньелерімізді жасамас бұрын пешімізді қыздырып аламыз. Қызып тұрған 180 градус пеште осылай қызарғанша жарты сағаттай пісіріп аламыз. Егер де сізде кондитерлік қапшық және де насадка болмаса, осылай жай ғана қолымызбен дөңгелектеп, ортасына вилкамен осылай өрнек салып, дөңгелек печеньелерді жасап шықсаңыз болады. Печеньелеріміздің ортасын бөлгенде осындай болып шығады. Дүкеннен сатып алғанша осылай оп-оңай қолдан жасап, балаларыңызды қуантыңыз. Егер видео ұнаса, менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Видеома лайк басып, мені қуантып отыруды ұмытпаңыздар. Баршаңызға ас болсын.